Құрметті ағайын, 15 мамыр халықаралық отбасы күні. Осы мерекемен өзімнің отбасымның атынан шын жүректен құттықтаймын. Отбасы жемісі, тәрбиелі ұл-қызы демекші, мақтан етер дендер сау, саналы иманды ұрпағымыз көбейсін. Ұрпағына мақтаныш болар, қазыналы қарттарымыз көп болғай. Қазақтың әр отбасының керегесі кең, шаңырағы берік, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Отбасы күні барша қазақстандықтарға амандық және баянды отбасылық бақыт тілеймін. Әрбір қазақстандық отбасының өркендеуімен біздің Қазақстанымыз, біздің отанымыз нығая берсін. Бүгінгі мереке құтты болсын. Мен үшін тағдырдың дәм тұзын татқан, бұл менің анам, бұл менің анам. Кейде құсыз мен ойлап жатқан, көңілсіз шағымда көңілімді тапқан, мейірімін үстіме көрпе ғып жапқан. Бұл менің анам, бұл менің анам. Бәрінен қымбатым жақыным адалым, бәрінен аяулы адамым. Бұл менің анам, бұл менің анам. Ассалаумағалейкум, құрметті ауыл тұрғындары. Отан отбасынан басталады деп жатамыз. Жанұяда береке бірлігі әр сәбидің болашақ қадамы. Өйткені ұяда не көрсе, ұшқанда соны ілесін. Отбасыда ол да бір шағын мемлекет. Бүгін жарық дүниедегі ең жақын жанұяларыңыздың төл мерекесі 15 мамыр халықаралық отбасы күні баршаңызға құтты болсын. Мереке күні бір-біріңізге әдемі де әсерлі сөздер арнап, ерекше сыйластық көрсете біліңіздер. Тек бүгін ғана емес. Жылдың әрбір минутында, әрбір сағатында жанұяңызға ыстық ықыласыңыз бен шексіз махаббатыңызға бөлей жүріңіздер. Мереке құтты болсын!